Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін түскі және кешкі асқа өте дәмді және тез жасалатын тамақ жасайтын боламыз. Бұл тамақты етсіз дайындайтын боламыз. Етсіз болса да бұл тамағымыз өте дәмді болып шығады. Олай болса, видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен макаронымызды қуырып алатын боламыз. Табаға немесе сковородкаға осылай салып, 1-2 минут қызып тұрған духовкаде қойып аласыздар. Сол кезде біздің макаронымыз қызыл түсті болып шығады. Енді табамызға пиязымызды салып, сәбізімізді салып, жақсылап, баяу отта қуырып аламыз. Өте дәмді тамақтардың бірі, тез жасалады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауларыңызды сұраймын. Міне бізде сәбізіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне пересімізді салып, жақсылап тұзымызды салып, қызанағымызды салып, тағы да 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, барлығын біркелкі етіп қуырып алыңыздар. Сол кезде сіздердің тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді оның үстіне картошкамызды саламыз. Мен осылай ұзынша етіп турадым. Картошкамызды да 1-2 минут осылай жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің макаронымыз дайын. Табадан мен басқа бөлек ыдысқа салып аламын. Сол кезде қызарып кетпейді. Осылай мұздату үшін 1-2 рет осылай жақсылап қозғап алатын боламыз. Біздің картошкамыз қуырылды. Енді оның үстіне су құямыз. Және суымызды қайнатып алып, макаронымызды салатын боламыз. Міне біздің суымыз қайнап шықты. Енді оның үстіне сарымсағымызды саламыз. Сарымсақ өте жақсы дәм береді. Осылай араластырып, енді оның үстіне қуырылған макаронымызды салатын боламыз. Осылай бетін тегістеп аламыз. Және суы аз болса, қайнап тұрған су құйыңыздар. Менде қазір суы аз болды. Қайнап тұрған суды құямыз. Өте көп су құюдың қажеті жоқ. Біздің макарондарымыз батып тұрса, сол су жеткілікті. Макарондарымызды қатты отта қайнатып аламыз. Суы тартылғанға дейін. Міне біздің макарондарымыз әдемі болып, суы тартылды. Осылай макарондарымызды біркелкі етіп араластырамыз. Барлығын осылай ортаға жинап, жақсылап араластырып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашады. Өте дәмді тамақтардың бірі. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Сол арада мен осылай салат дайындап алдым. Өте дәмді салат дайындап алдым. Ас қорытуға өте пайдалы салаттардың бірі. Міндетті түрде дәл осы салатты жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Дәмі сондай дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оп-оңай, қарапайым заттарда. Осылай өте пайдалы салаттар жасап алсаңыздар болады. Міне біздің салатымыз дайын. Енді тамағымызды ыдысымызға салатын боламыз. Міне біздің тамағымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Түрін қараңыздар, сондай тәбетті ашатын тамақтардың бірі болды. Етсіз болса да бұл тамағымыз өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыз сондай сүйсініп жейтін тамақтардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауларыңызды сұраймын. Ешқандай макарондарымыз жабыспайды. Барлық макарондарымыз дана-дана болып, өте дәмді тамақтардың бірі. Осындай жеңіл салаттармен, майонезсіз салаттармен қолдансаңыздар, өте дәмді болып шығады.
осындай үстіне ас көктеріңізді сеуіп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.